Бүгінгі сабақта біз жүрекшенің үстіне сурет салуды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге жүрекшенің формасы қажет. Мен сіздерге алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын. Одан кейін мен пассив әдісімен 250 грамм шоколадты темперировать етіп алдым. Оны розовый түс және фиолетовый түс қосып, осындай әдемі түске бояп алдым. Енді біздің шоколадымызды осы жүрекшенің форманың ішіне толығымен құйып шығамыз, және шет жақтарын барлығына шоколадты осылай жағып шығамыз. Артық шоколадты қайтадан ыдысымызға қойып қоямыз. Енді бірінші слой қатқанша тоңазытқышқа алып қоямыз. Мен 100 грамм ақ шоколадты бояған жоқ болатын, оны кондитерлік мешокқа құйып алдым да, енді осындай формаларға құйып шығамыз. Бұл бізде әріптің формалары, оған құйып, одан кейін ішіндегі ауасын шығарамыз. Міне мен жүрекшенің ішіне 3 слой шоколадты құйдым, яғни әрбір слойымыз қатқаннан кейін екінші, үшінші слойды құйып шықтым. Енді біздің шоколадымыз қатты, жарты сағаттан кейін ақырындап оны формадан шығарып аламыз. Оған дейін біздің әріптеріміз де қатып үлгерді. Енді қазір біз композиция құратын боламыз. Барлық әріптерімізді шығарып алдық. Ең бірінші жабыстырмастан бұрын әріптерді осылай жүрекшенің үстіне жай ғана қойып көреміз. Ол бізге әріптерді сыя ма, толығымен жазу сыймай ма, қалай қойса дұрыс деп сіз бірінші осылай көріп аласыз. Сол үшін біз әріптерді ең бірінші осылай қойып өлшеп аламыз. Одан кейін астына ерітілген шоколадты жағып жабыстыратын боламыз. Енді мен осындай суретті шығарып алдым. Оны осы жүрекшенің үстіне қалай қоятынымды өлшеп алдым да, енді үстінен осылай қаламмен немесе шпажкамен батырып шығамын. Яғни мектепте біз суретті батырдық қой, сол сияқты біз осылай шоколадтың үстіне суретімізді қойып, оны толығымен осы қаламымызбен батырып шығамыз. Әрбір детальдарын, әрбір суреттерін, киімдерін, персонажды толығымен біз осы жүрекшеге батырып шығамыз. Сол кезде бізде шоколадтың үстінде батырылған біздің суретіміз қалады. Оны одан кейін біз шоколадпен қаптап шығатын боламыз. Яғни шоколадпен сурет салып шығатын боламыз. Яғни сіз сурет сала алмасаңыз да бұл техниканы, яғни плиточный шоколадқа немесе осындай пиньятаға, тағы да бір өзіңіздің фантазияңыз бойынша, өзіңіз неге қолданғаныңыз келеді, соған қолдансаңыз болады. Енді біз суретімізді ақырындап аламыз. Қараңыздар, біздің суретіміз толығымен бастырылып қалды. Енді мен алдын ала осы ақ шоколадты қара түске, қызыл түске, көк түске боядым, және молочный шоколадты да еріттім. Енді осы салған суретімізді толығымен осы қара шоколадпен контур ретінде қаптап шығамыз. Яғни біз салған суретімізді толығымен үстінен осындай шоколадпен қаптап шығамыз. Яғни біздің шоколадымыз қатты қою болмау керек. Сол кезде сізге сурет салу оңай болады. Екіншіден, бұл жерде біздің кондитерлік мешогымыздың бас жағы кесілгені қатты үлкен болмау керек. Яғни сізге сурет салғанға оңай болу керек, және тым жіңішке де болмау керек. Біздің қолымыздан шоколад әрдайым сұйық болып тұрады, сондықтан сурет салу да оңай болады. Бұл жерде темный шоколадпен сурет салуға кеңес бермеймін, өйткені темный шоколад біздің жүрекшенің суығынан тез қатып қалады. Енді біз контурды салдық. Одан кейін енді ары қарай әртүрлі түсте шоколадымызбен осы әртүрлі шаштарын, киімдерін толтыратын боламыз. Мен, например, осы ұл баланың шашын молочный шоколадпен боядым. Енді аяқ киімдерін қарамен боядым. Одан кейін беттерін толығымен шоколадпен қаптап шығамын. Яғни мен ақ шоколадқа бір тамшы молочный шоколадты қостым. Екеуі де темперированный, еріген. Сол кезде бізде телесный түс шығады. Аппақ болып тұрмайды. Яғни кішкене біздің теріміздің түсіне ұқсас түс шығарамыз да, одан кейін онымен беттерін қаптап шығамыз. Беттерін, қолдарын, аяқтарын осындай түспен қаптап шықсаңыздар болады. Одан кейін біз енді үстіндегі киімдерін қаптаймыз, яғни әрбір слойды қатырып отырудың қажеті жоқ. Егер де қатпай жатса, тоңазытқышқа алып қойсаңыз болады. Ал егер де жүрекшенің үстіне біз шоколадты қаптап жатқан кезде қатып жатса, онда алудың қажеті жоқ.
Мен 1 минутқа қойдым, 1-2 минутқа шоколадым қатқаннан кейін ары қарай шашын, футболкаларын, киімдерін, іштен барлығын осылай бояй бастадым. Яғни 50 грамм ақ шоколадты бірнеше бөлікке бөліп, оны әртүрлі түске бояп алсаңыз, сізге жеткілікті. Яғни әрбір түсті біз жаңа бір кондитерлік мешокқа құямыз да, оны осылай бас жағын ақырындап кесіп, өстіп біз шоколадымызбен суретіміздің ішін толығымен бояп шығамыз. Енді қараңыздар, біз енді осы персонаждарға көздерін салуымыз керек. Тағы да осылай беті қатқаннан кейін суретімізді үстіне қойып, суреттің үстіне көздерін батырып алсаңыздар болады бағанағы сияқты. Немесе суретке қарап тұрып, осылай қалған шоколадты бір ыдысқа құйып алып, жіңішке осындай кисточкамен қастарын, көздерін өзіңіз салып шықсаңыз да болады. Бұл өте оңай персонаж болғандықтан өзімізді сала аламыз, немесе мен сіздерге осы жерде қыздың немесе ұлдың бетін батырған болатымын. Сол суретке қарап отырып, мен осылай үстінен қара шоколадпен қаптап шығамын. Көздерін және мұрындарын, ауыздарын салатын боламын. Бұл техниканың ең жақсысы, ең оңайы тек қана осындай жүрекше пиньятаның үстіне ғана салмайсыз. Плиточный шоколадтарға да үстіне салсаңыз болады. Бұрын мен сіздерге көрсеткенде, яғни біз бірінші пленканы суреттің үстіне қойып, соның үстіне салып, одан кейін осылай шоколадтың үстіне салатын болатынбыз. Егер де олай жасағыңыз келмесе, плиточный шоколадты құйып алдыңыз формаға, оның үстіне қатқаннан кейін осылай біздің суретімізді қойып, батырып, одан кейін өстіп шоколадпен қаптасаңыз да болады. Бұл барлығы өзіңізге байланысты, қалай істегіңіз келеді, солай өзіңіз жасасаңыз болады. Бұл жерде техниканы әртүрлі салада қолдануға болады. Яғни сіз торт жасасаңыз да, капкейк жасасаңыз да, плиточный шоколад жасасаңыз да, әр жерде техниканы барлық жерде қолдануға болады. Егер де біздің шоколадымыз, қара шоколадымыз бен ақ шоколадымыз, бөлек ыдысқа құйып алған, олар қатып бара жатса, микроволновкаға 1 секундқа, 2 секундқа айландырып жылытып алсаңыз болады. Егер де бөлме ішінде жылы болса, шоколадыңыз әрдайым кішкене жұмсақ болып тұрады, қатып қалмайды. Сондықтан қараңыздар, егер де шоколадыңыз қатып бара жатқанын көріп тұрсаңыз, салуға қиын болып кетсе, онда біз оны микроволновкаға қойып, 1-2 секунд айландырып жылытып аламыз. Яғни қатты қызып жібермесін. Қатты шоколадыңыз қызып кетсе, одан кейін ол суреттің бетінде ақ налет болып қалып қояды. Сондықтан шоколадты жылытқан кезде де соған мән беріп отырыңыздар. Енді ауыздарын, мұрындарын барлығын салып шықтық. Міне қараңыздар, тоңазытқышқа алып қойсақ болады. Енді бұл жерде мен көзінің іштеріне ақпен бояғым келді. Жай ғана ақ шоколадпен боясаңыз, ол қатты насыщенный ақ түс бермейді. Сондықтан мен ақ шоколадқа диоксид титананы қостым, араластырып, осындай көзінің іштерін бояп қойдым. Енді тоңазытқышқа алдым. Толығымен қатқаннан кейін мен кондитерлік мешокқа осы қара қалған шоколадымды құйып алдым да, өстіп жазып қойдым. Яғни ол бізде қара шоколад қатып қалу мүмкін, оны мен қолмен ғана жылыта салдым. Яғни алақанымыз кондитерлік мешокты ұстап, үйге шоколадты жылытып алдым. Сол кезде біздің шоколадымыз 32-33 градусқа дейін көтеріледі. Яғни микроволновкаға қойсақ, ол қатты қызып кетуі мүмкін. Жазуымызды жазамыз, осындай суық жүрекшенің сыртында жазу тез қатып қалады. Енді коробкаға саламыз да, біздің пиньятамыз дайын болды. Астына әртүрлі хаттар салсаңыздар болады, компьютер салсаңыздар болады, ол өзіңіздің тематикаңызға байланысты. Коробканы мен Fortes KZ-тан алдым, 20x20 размері, биіктігі 6 см.